Бұрылып қарасам, өзіме күле қарап тұрған ұзын бойлы, біртүрлі киінген, шыртығы көп, жасыл түсті жапырақтың кескіні көп, кең шалбар, гүлдері көп, желбір-желбір өте ашық түрлі түсті блузка. Басына үлкен гүл таққан, шашы тым келте. 25-56 жасар әйелді көргенде таң қалдым. Еріксіз жымидым. Қолын созып амандасты, білегінде білезік тәрізді байламада әдемі гүлі бар. Аяғына киген аяқ киімінің алды райхан гүлімен безендірілген. Қолындағы шағын сөмкесімен басына таққан гүлі бірдей. Бір сөзбен айтқанда бастан аяқ гүл. Гүлдері тірі сияқты. Тым шынайы жасалған ерекше. Үстінен мүңкіген әтірі де осы гүлдердің иісін шашып тұрғандай. Келіншек өте ажарлы, бетіне тіпті бояу жақпаған. Әжімі жоқ. Үлкен көзі жанып тұр, кең маңдайлы, қиылған қас, әдемі сүйкімді мұрыны. Ал қызыл ерні домалақ бетіне үйлесіп тұр. Ұзақ амандық сұрасып, сәл қысыла күлдік. Тыныш кафенің шеттегі орнына жайғасқанбыз. Аз-маз дәм тартқан болдық. Мен әйелдің ерекшелігіне қайта-қайта қарап, сүйсініп те отырмын. Ал әңгімені бастайын ба? Деді кеудесін толтыра, тыныс алып, күледем алып. Бастаңыз, дедім мен де күліп. Әйел алысқа қарады да, сәл қабағын түйіп. Бір өтінішім. Мен есімімді айтпаймын. Сізбен де өтірік есіммен таныстым. Сіз жазған кезде қыз есімін Гүлсипат, Гүлім, Гүлайым болмаса Гүлжан. Иә, Гүлжан деп атыңызшы. Деді ол ойлы көзбен қарап. Мен басымды изедім. Негізі маған Гүлжан деген есім қоюлары керек еді. Ал әңгіменің тақырыбы шынды көбірек болсын деді. Қасын сәл дір еткізіп. Жақсы, қалауыңыз орындалады дедім. Әйел қолымның сыртынан ақырын сипап қойды да төмен қарап отырып. Мен қарапайым көп балалы отбасының ортаншы қызы едім. Орташа тұрдық. Біз тұрған көшедегі көршілеріміздің бәрі тұрмысы бірдей көрінетін. Әр үйде 5-6 баладан бәріміз қатар, балалық шағымыз бірге өтіп тең жүрдік. Мен ес білгеніммен ерекше жан болдым. Табиғатты жақсы көрдім. Менің табиғатты сұлулықты көруім ерекше болды. Гүлдерді тіпті жақсы көрдім. Анам да гүл өсіргенге әуес еді. Мен сол кісінің жолын қуып, гүлмен әуестендім. Үйіміздің төңірегінде гүл өспеген жері жоқ еді. Әкем кейде ашуланып, неге гүл еге бересің? Оданша ас болатын көксақ, помидор картоп ексеңші дейтін. Менің гүлге деген қызығушылығым артқаны соншалық, гүлді барынша зерттеп, білімді арттырып, түрлі әдістер қолданып, түрлі гүл өсіріп, өз әлеміне еніп кеттім. Гүл менің үйімде тек жазда ғана гүлдемей, 4 мезгілде гүлдейтін болды. Ботаника терең оқып, ізденіп, гүлмен айналысатын жандармен хат жазысып, тіпті бір-бірімізге пошта арқылы көшет, тұғымында жіберетін болдық. Мен 8-ші сыныпты бітіргенімде гүл маманы сияқты тілік жасайтынмын. Аулама шағын жылжай жасап алып, 8-ші наурызға қызғалдақ, қалампыр, құртқашаш, маржынгүл өсіріп, тіпті мерекеге саттым да. Жазға қарай жылыжайымда кеңейтіп, гүлдерімді одан да көбейіп, әртүрлі түрлерін ойлап таптым. Осадаған 4 гүлдің әрқайсының 5-6 әдемі түрлерін, неше түрлі түстерін шығарып, өсіріп бақытқа бөлендім. Әкем уақыт өте менің тірлігіме көніп, тіпті гүлдерімді өткізетін жерлер тауып, көмектесетін болды. Сонымен мен дәл жігітке қырыңдап, бой жетіп кезімде гүлдеріме ғашық болып, басқа әлемді ұмыттым. Менің гүл әлеміне беріліп кеткенім сондай, сыныптастарым мені көбелек деп атады. Мектептің төңірегіне де гүлді мен егіп, мен қараймын. Ауылымыздағы мәдениет үйінің ауласына, емханамызға, балабақшамызға көптеген гүл көшеттерін өзім апарып отырғызып, жұмысшыларына қалай қарау керек екенін үйретіп, сосын қадағалап қарап жүрдім. Сыныптас достарымның табиғатқа болмаса қалаға шықсақ, гүл іздеймін. Қандай да бір жаңа гүл көрсем айналшықтап, қасынан шықпай, сол гүлді зерттеп, ретін тапсам көшетін болмаса ұрығын теріп алып жүретімін. Бірге жүрген достарымнан қалып қойып қиялға беріліп, көріп қалған гүлдің қасында сағаттап отыратымын. Міне, гүл әлеміне шын ғашықтығымнан бүкіл ауылға көбелек атандым. Гүлмен байланысты өмір жолымда осы жерден тоқтатайын. Бізбен көрші 2 қыз, 2 гүлі, ұлы бар өте жақсы отбасылы болды. Біз тату едік, үлкен ұлы менен 2 жас үлкен, есімі Ерген болатын.
Менімен жаста сыныптасым Шолпан, сосын 2 жас кіші Бекет, кіші қызы Сәуле болатын. Біз араласып ата-анамыз қонаққа кеткенде біріміздің үйімізге біріміз қонықта қалатымыз. Кішкене кезімізде қыздар бір бөлмеге, ұлдар бір бөлмеге жататымыз. Есие келе үй алатын болдық. Ерген әскерге кетіп, Бекет ер жетіп, қыздарға қараңдап жүрген шағы. Мен 10-шы сыныпта оқып жүргем. Мектепті тамамдап жоғары оқу орнына барып, аграрлық мамандықты оқимын деп ойлағам. Бар арманым, бар ойым гүлде болып жан-жағыма мән бермеппін. Бекет бұзық жігіт болатын. Менен 2 жас кіші болса да қыздарға қырғидай тиіп, тым ерте есейген балайы болды. Ол ірі денелі өз қатарынан ересек көрінетін. Көбінше менімен сыныптас олармен бірге жүретін. Қыз мезгілі еді, мен кеш бата жылыжайымда отырсам, Бекет кіріпті. Жылыжайға ергенде Бекеттей кіріп, топырақ тасығанда көмектесіп тұратын. Шолпан келе бермейтін. Мен бой бермей, жаңа гүлімді көрсетуге ертіп кететімін. Бұл жолы Бекет бір түрлі сәл қиралаңдайтын сияқты. Гүлжан, сен гүлден жалықпайды екенсің, деді ұзын бұрымымнан сипалап. Неге жалағайын? Бұлар сұлулықтың символы ғой деп, бұрымымды тартып алып, арқама салдым. Гүлжан, сен мына гүлдерден де әдемісің деді, берімнен құшақтап, өзіне тартты. Жағымсыз иіс бұрқ ете қалды. Саған не болды? Деп бір түрлі қорқыныш беріп, Бекеттің құшағынан шығуға тырыстым. Біз теңселіп жан-жағымызды таптап жібердік. Ақырын жұлқынба, мына гүлдеріңді таптап, бекерге өлтіріп аламыз деп, Бекет қатты қапсыра құшақтайып, жылыжайға кіре берістегі кішкене от жағатын бөлмеге көтеріп ақ, бірақ апарды. Бекет, есің ауысқан ба, жібер, саған не көрінді? Сен не арақ ішіп алғансың ба? Деп жұлқынып, мен оның құшағынан шыға алмадым. Жылағым келіп, қорқып та кеттім. Жылыжайдың іші 25 градус болған соң жеңіл халатпен жүргем. Далада 30 градус суық қаңтар айы болатын. Бекет оп-оңай омырауымды ашып жіберіп сүйгіштеп кетті. Ұрып итеріп, айқайлап босана алмай қара терге түстім. 15-тен жаңа асқан бозбалада осындай арам пиғыл болады деп ойламағам. Мен шошынғаннан тіпті даусым ышқына қатты шықты. Бекет, айналайын, інім, саған не болды? Мен Гүлжамын ғой. Мен саған апайың болам ғой деп алдап та жатырмын. Бекет ауыр денесімен тар бөлмеде жерге жатқызып, қолдарымен төмен түсе бастады. Іш киімді оп-оңай жырта салды. Бітті, абыройым мына есуас баладан шашылды. Деп мен итеріп, қорқып, күшім жетпей шанталастым. Бекет шалбарын шешуге мені сәл босатып көтеріле тізерлеп отырғанда, мен жерде жатқан отынға қолым жетіп басынан бұрдым. Ол соққы тигенде сәл қисайды. Бір аяғымды менің қысып отырған аяқтарымнан суырып алып, дәл алдынан өкшелей тептім. Ол сәл аңырсып қозғалғанда екінші аяғымды суырып алып, артқа жылжи кеудемді көтердім. Бекет бір қолыңнан сыртыммен бетімнен салып кеп қалып, басым ұстады. Бетіме соққы қатты тиіп, қайта құлап түстім. Тез көтерілдім, шығып кете алмаймын. Бөлме тар, шығар есік жақта Бекет отыр. Ол шешкен белдігін суырып алмақшы болып, шұлқылап жатқанда, мен қорланғаныма ыза болып, қолымдағы отындық ағашпен қорыққаннан ұра бердім. Өзім шыңғырып айқайлап тұрмын. Бекет тізерлеп отырған, тұра алмай бірнеше рет маған ұмтылғандай болды. Мен қалай ұрып тарғанымды білмеймін. Ол қозғалса, қазір тұрып мені бас салатындай көрінді. Әйтеуір сол отындық ағашты қорған қылып Бекетті бар күшімен ұрудамын. Бекеттің басы қанап, орнынан көтерілмей отырған жерінде отырып қалды. Мен ағашты сермеп, ашудан жарылардай болып, ұра бердім. Ағаш қай жеріне тиіп жатыр мән бермедім. Бір кезде сыртқы есік ашылып, біреу кіргендей болды. Ай, ой, Гүлжан, тоқта, көмектесіңдер. Тоқта, басына ұрма. Басқа ұрма, деген дауысты естідім. Дауысқа қарасам жас ер бала. Тағы да 2 ер бала кіргенде, бұлар мені зорлауға келді деп отынды әрі-бері сермеп, зәрем ұшып қорландым. Менің сермеген ағашымнан қорғана мені itергендей болды ма, түсінбедім. Жігіттер Бекетті қолтықтап сыртқа алып шығып бара жатқанын көрсем де, қолымдағы отынмен оларды ұрып үлгердім. Сол кезде анамның шыңғырған даусында естідім. 3 жігіт Бекетті сыртқа шығарғанда ішке анам кірді. Мен қолымда ағашым бар, отындық ағаш қан-қан, омырауым ашық, жалаң бұт, үстім былғанған,
Соққы тигеннен де ернім қанап, жылағаннан түрімнен түр жоқ. Ашудан ызадан жарылардай болып селкілдеп тұрмын. Анам бейшара не болғанын шала түсініп, ботам, қызым, бұл мен анаң, қызым. Бұл мен анаңмын деп ақырындап жақындап құшақтамақ болғанда, мен анаңмын дегенде дауысты ғана естіп, түк көрмей тұрдым. Бар ойым мені мына топырлаған ер балалар зорлайды деген күмән болған. Жолама, тиіспе маған. Жоламаңдар, тиіспеңдер деп айқайлай бердім. Анамның дауысын танып тұрсам да көрмей тұрған соң сенбедім. Сол аралықта әкемде есіктен мені көріп шошып кетіп, бекетті көтеріп кетіп бара жатқан балаларды жұлқи тоқтатып, шеттерінен ұрып талдырыпты. Бекет қарға есінен таңған күйі жатыпты. Бекеттің ата-анасы келіп, ұлдарды ұрып жатқан жерінен әкемді әрең тоқтатыпты. Анам маған қайта-қайта, қызым, гүлім, қызғалдағым, бұл мен анаңмын, қызым, деп қолымдағы ағашқа жабысып, сосын бауырына басып құшақтайды. Анамның есін сезгенде мен талып кеттім. Менің талып кеткеніме анам қорқып сырттан көмекті айқайлап шақырды. Жылыжай үйден біраз алыстау жерде орналасқан еді. Сондықтан менің айқайымды ешкім естімеген. Оның үстіне бұл жер тым тұмшаланып, жылу сыртқа шықпасын деп жасалған жылумен дыбыс та сыртқа шыға қоймайтын. Мен үйде есімді жидым, дәрігер келіп көріпті. Менің зорланбағанымды айтып кеткеннен үйдегілер де үрей қалыпты. Мен біраз уақытқа жеке ауруларының емханасына жатуым керек екенін айтыпты. Оған себеп мен Бекеттің басын сондық ұрып, сындырып, мойын омыртқасына да зақым келтіріп тастаппын. Жүйкеме қорыққаннан ауытқу пайда болыпты. Мен шоши бердім. Қолымды сермеп, дәл қасымда Бекет тұрғандай көріне берді. Қан сол қан зәремді ала берді. Мен ұрам, қан аға береді. Мен ұра берем. Бұл түспе, әлде шынба ажырата алмадым. Сонымен ауруханаға түстім. Бекеттің жағдайы менің хәлімнен ауыр болып, басына желкесіне ота жасалды. Мен 20 күн сол кезде жындыхана деп аталатын ауруханада жатып, әлгі түсімнен құтылып шықтым. Ал Бекет болса кезекті отасын күтіп аудандық ауруханадағы Алматыға кеткен. Осы жағдайдан соң елдің көзқарасы маған өзгерді. Бірі мені жақтаса, енді біреулері таттады. Бекетті алып шыққан жігіттер алғашқы кезде қорқып отырып, шындықты айтқан еді. Ол шындық Бекет 3 жігітпен бәстесіп, мені жылыжайда еленетінін айтқан екен. Сосын сендер де елене аласыңдар, кезекпен кіріңдер деген екен. Кірген жігіт негізі мені зорламаққа кіріп, ана жағдайды көріп достарын шақырып, Бекетті құтқарған. Бірақ бұл айтылғандар кейіннен өзгерді. Бекеттің ата-анасы мені кінәлі жасады. Олар кішкентай ұлым жылыжайға кіріп, гүлдерін абайсызда басып кеткен үшін жынды Гүлжан ұрып өлтіре жаздады. Досы іздеп кірмесе өлтіретін еді, деп шықты. Жас балалар алғаш айтқан сөздерінен танып, осы сөзге еріп өздері маған бәстеспеген бала болып қалды. Шындық шықса сотталып кететіндерін біліп, олай айтпадық, ондай бәсеке болған жоқ. Гүлжан Бекетті ұрып тұрғанда бардық деп мойнына алмады. Тіпті әкемді жазалағылары келді. Біз Бекетті Гүлжаннан құтқарып келе жатсақ, әкесі аямай ұрды деп, көгерген беттерін көрсетіп, шағым жазып та қойды. Менің халатым мен іш киімнің жыртылғаны маған түскен соққыны жоққа шығарды. Олай болған жоқ, Гүлжанда киім болды деді. Анам мені жұбатып тұрып, өз халатын шешіп, мені орап жылыжайдан алып шыққан екен. Сол халатты суреттеп, сөздерінен тайды. Бекеттің жағдайы ауыр болған соң менің ата-анам іс қозғағанға қорқып артын тосты. Әрине, Бекеттің аман қалуын тіледі. Сол жағдайдан соң әкем жылыжайды қопарып алып тастады. Өсіп тұрған әртүрлі гүлдерім үсіп кетті. Ауруханадан шыққан соң мені гүлге жолатпай, тек сабақ оқыдым. Оқу жылының соңында таяп қалған. Амал жоқ, мектепті аяқтап, аттестатымды алуым керек. Бекет емделіп келгеннен 3-ші топ мүгедегі болып қалды. Ол мектепте келе алмады. Сыныптасым Шолпан Бекеттің апайы мені сыныпта мазақтап, келемеж дейтін болды. Мен енді көбелек емес, жынды көбелек деген атқа ие болдым. Мектеп бітірген соң ауылда қалуға болмайтын болды. Әкем қуғандай қылып Алматыға оқуға әкеліп тастады. Оқуды да мен қаламаған мамандыққа тапсырып, кілең қыздардың қасына қалдырды. Шолпанда мен оқитын институтқа түсіп, менің жынды көбелек екенімді әрдайым айтып, әдейілеп іздеп, тауып алып мазақтайтын болды.
Мен мұғалімдік мамандықты оқып жүрсем де ботаникаға қатты қызықтым. Алматы жасыл қала, гүл деген көздің жауын алады. Шолпаннан мазақ естіп қорланып, қатарластарымнан ала көзді қанша көрсем де, мен Алматыға ғашық болдым. Табиғатты, гүлдері деген тамаша ғой. Осынша сұлулықтың ортасында жүріп, адамдар неге соншалықты қатыгез болады екен? Менің күресер қиындығым алда екенін сол кезде білмеп едім. 1 жыл бойы Шолпаннан менің көрмегенім жоқ. Ол қыз түрлі жігіттерді маған қарсы қойып, ол жігіттер мені қорқытпақ болып қоршап алып, бір-біріне итеріп есімді шығарды. Бұндай жағдай жиі қайталанды. Бір кеште мені тағы да топ жігіттер қоршап алды. Мен бойымды тез жинап алдым да, сендерді маған Шолпан жіберді ме? Байқаңдар. Маған тиісуші болмаңдар, маған тиіскен Шолпанның бауыры не болғанын естідіңдер ме? Сондай жағдай сендерде болмасын, дедім тістене. Бұндай батылдықты емханада жатқанымда психолог үйреткен. Емханадан шыққан соңда мен ара-тұра дәрігермен жолығып, өмірімде болып жатқан жайларды айтқанымда дәрігер көп көмек берген. Шыны керек, сол кезде емделгеніме өте жақсы болды. Мен ол дәрігермен ұзақ уақыт дос болдым. Жас маман болса да, сол психолог маған көп көмек берді. Ол дәрігер кейін Алматыға керемет жанға тұрмысқа шығып, ең жақын туысымдай болды. Дәрігердің айтқан батылдығын шақырып, мені қорқытпақ болған жігіттердің өздерін қорқытып, олар менен аулақ жүрді. Шолпанға, анауың жүрген жынды бәлесінен аулақ депті. Сендерге айттым ғой, ол жынды көбелек. Ол жындыны қорқытып, одан әрі жынды қылыңдар десе, керек болса өзің қорқыт, деп жігіттер Шолпаннан аулақ кетіпті. Шолпан қыздармен де маған тиісіп, сөзбен таптап біраз жүрді. Сосын қасындағы қыздар жалықтама, әлде олар мені тани бастады ма? Тиісуді доғарды. Бір кеште жатақханадағы ас әзірлейтін жерде асымды пісіріп тұрсам, Шолпан пышағын жалаңдатып қасыма келді. Мен сабырмен оның епсіз қимылын аңдып тұра бердім. Шолпан жақында пышағын шошаңдатып, дәл осы жерде соя салайын ба, деп пышақты тамағыма тақай бергенде, асып тұрған табаны білегіне тигіздім. Шолпан баж етіп, қолынан пышағын түсіріп алды. Мен жерден пышақты тез көтердім де, Шолпанның тамағына батыра тақап, сен неге менің айтқаныма сенбейсің, а? Сендер отбасыларыңмен қой, тиіспе, шолама дегенді ұқпайды екенсіңдер. Мен бекетке де тиіспе, қой дегем. Ол мені тыңдамады. Ақыры не болды? Мүгедек, сен де соны қалайсаң, мен сені де демдеу ініңе қосам дедім. Шолпан қорыққаннан дірілдеп, қара терге түсіп, басын шайқады. Шолпан, сен менің жынды екенімді білесің. Сондықтан менен аулақ жүр, алыста, тіпті көзіме түспей жүргенің жақсы. Болмаса мен байқаусызда жазатайым мертіктіріп қоярмын. Енді бар, дедім. Шолпан сүріне шалынып бөлмеден қашып шықты. Бұл соңғы кездесуіміз болды. Шолпан алдымен жатақханадан кетті. Сосын оқу орнын ауыстырып көзіме көрінбеді. Мен ботаникамен қатысы жоқ оқып жүрсем де, гүл өсіргенімді тоқтатпадым. Бөлмеме түрлі гүлдер отырғызып, баптап, құрбыларыма, апайларыма сыйға тартып, бақытқа кенелдім. Көктемге қарай мекемеміздің төңірегін гүлдендіруге құлшына кірістім. Алматы дамыған қала, іздегеніңді тез табасың. Гүл сатылатын жерлерде көп. Менде бос уақыт болса, гүл бар жерде жүрем. Гүл сатқыштармен сөйлесем, гүл егіп, баптап жүрген адамды көріп қалсам, кетіп бара жатқан көлігімнен түсіп қалып, қасына барып, сөзге тартып жүріп, ақыры Алматыны гүлдендіретін орталыққа да бардым. Сұранып жүріп жұмысқа орналастым. Сабақтан босай салып, сол жылыжайға жүгіремін. Ол жерде менің армандарым орындалып жатты. Білмегенім көп екен, қызыға үйрендім. Екінші оқу жылым қызықты өтті. Жазда ауылға бармай Алматыда қалып, жұмыс жасадым. Менің ауылға бармағаным маған да туыстарыма да жақсы еді. Ауылдағы жаңалық ерген әскерден келіпті. Бекет болса үйде сабақ оқып, мектепке бара алмай қалғандықтан 8 жылдық құжатын алып, аудандағы училищеге тапсырып, оқыды деген атақ болып, осы 2 жылда селтеңдеумен болыпты. Басы жиі ауырып, талмасы да ұстап қалады екен. Бауырларым маған хатпен жазып отырды. Көрші болған соң менің ата-анама бекеттің ауырғанын көру қиынға соғып, ақыры ол ауылдан көшіп, Алматы маңына келді. Елге туыстарымызға, балалардың болашағы үшін Алматыға жақындауды шештік депті. Біздің отбасымыздың тұрмыс тіршілігі басқа арнаға түсіп, аз да болса сол жағдайды ұмытып, бақытқа кенеле бастадық.
Мен мұғалімдік оқуымды аяқтап аграрлық оқуға түстім де, жұмыс жасап жүрген жерімді кәдімгідей дәрежеге көтеріліп, өзім қиялға беріліп жаңа тұқым шығаруға мүмкіндік алдым. Арада 5 жыл өте шықты. Жасым 22-ге келген. Бірде жұмысымнан шықсам қақпағасында ерген тұр. Мен оны 6 жыл көрмесем де жазбай таныдым. Ерген сұлу жігіт бойын тігістап, сәл басын изеп амандасқандай болды. Мен ойланып тұрып қалып едім. Гүлжан, қарындасым, сен менен қорықпа деп жақынырақ келді. Мен қорқып тұрғам жоқ. Сен неге келді деп ойланып тұрмын дедім батылданып. Ерген әдемі қабағын сәл көтеріп, сені мен осыдан 3 жыл бұрын іздегім келген. Сен мені көргің келмейтін шығар деп келе алмадым деді жерге қарап. Мен алға адымдай жүріп, 3 жыл бұрын неге іздегің келді? Жүрді де, адам азайған жерге келгенде, сенен кешірім сұрағым келген деді. Менің ішімнен күлкі бұрқ ете қалып, «Хе?» деп дыбыс шығарып, денем серкеде қалды. Мен тоқтап, Ергенге ойлана қарадым. «Гүлжан, сен мені кешір», деді. «Сені? Сен маған не істеп қойып едің?» дедім ойланып. «Мен бекет оңбағанның бауыры болғаным үшін кешір. Мен опасыз отбасының ұлы болғаным үшін кешір. Мен олы отбасында дүниеге келіп тәрбие алып, ас ішкеніме өкінемін. Сол үшін кешірім сұрайым» деп жалынышты көзбен көзіме қарады. Шыны керек, осылайда кешірім сұрайды екен-ау деп таң қалдым. Ерген басы салбырап баяу басып келе жатыр. «Гүлжан, уақытың бар болса сөйлесейік» деді аянышты көзбен жалына қарап. «Ерген, сен өзің үшін кешірім сұрап келген екенсің. Мен сені кешірдім. Сосын саған еш уақытта ренжіген емеспін. Сенің ата-анаңа да өкпем жоқ, әкем айтпақшы. Әр ата-ана баласын шамасы келгенше қорғайды. Сенің әке-шешең Бекетті қорғады. Олардың еш кінәсі жоқ деп айтып тұрып, оларға деген өкпем кеудемде тырналады. Ол кісілер маған күйі шаққанша кешірім сұрап, ұлым аман қалсын, сен де арың үшін алыстың демеді. Керісінше олар әкеме келіп, ұлымызды жынды қызың мүгедек қылды. Құдай жазаларыңды береді. Әлі сол қызларын қара бет қылып, абыройларыңды шашады деп кеткен. Сол сөздер сүйегімізге өтіп, әкем де анам да оларды бір Аллаға тапсырып, теріс қарағанбыз. Әкем маған: «Қызым, бұл бейбақтар пендешілікпен күнәға батып жүр. Бекет өз жазасын алады, сен өзіңді жазғырма. Егер де сол кезде Бекет сенің абыройыңды шашқан болса, біз не істер едік? Мен сенің абыройың үшін оны өлтірер едім ғой. Мойныма қан жүктелер еді. Ай, ойлаудың өзі қорқынышты. Қайта Аллам бізді сақтады, сондықтан бәрін бір Аллама тапсырайық та, өз өмірімізді жаңа таза парақтан бастап, ол жағдайды еске алмайық» деген. Мен жылап отырып келіскем. Міне 5 жылдан соң Ерген келіп, шараны тырнап алғандай болды. Мен өз сөзімді Ергенге айтып тұрып, сол кез санамнан жүгіріп өтті. Ерген мені мұқият тыңдады да: «Рахмет қарындасым. Сені осылай атасам қарсы емессің бе? Мен әскерге кеткенде көзі білдірген қарындасым едің. Шолпан екеуіңді тең көруші едім», деді сондай жылы, мейірімді дауыспен. Менің санама сонау балалық шағым сағыныш болып жүгіріп өтті. Шолпан екеуміздің жақын дос болғанымыз, сабақты бірге оқығанымыз, түсінбеген жерін Ергеннен сұрағанымыз, Ергеннің түрлі ойын ойнатып бізді қызықтыратын, мектепте бізге қамқоршы болғаны, бәрі көз алдымнан өтіп, жылағым келіп кетті. Кең тыныс алып, аялдамаға жетіп қалған екеміз. Ергенге қарап, сенің маған жасаған жамандығың жоқ екенін айттым. Өз көңіліммен қарындасым дегің келсе, дей бер, енді қош бол деп, келе жатқан автобусқа қарай беттедім. Көріскенше, сау бол қарындасым, аман жүр деп, Ерген тез айтты. Мен автобусқа мініп кеттім. Үйіме жеткенше Ергенді ойладым, шынымен бұл жігіттің бір жаман қылығын көрмеппін. Сонау балалық кезде де, боз бала кезінде де, әрдайым қамқоршы болды. Ал Бекет бала кезінен сотқар, әрдайым жылата беруші еді. Қанша рет гүлдерімді үзген, заттарымды да білдіретін. Кішкентай ғой деп кешіретімін. Ақыры не болды? Күндер өтіп жатты, айлар өтіп жатты. Менің сабағым қиындап кеңседе біраз болып, кеш шықтым. Аялдамаға асығып бара жатсам, қарындасым Гүлжан көбелек деген дауысқа шалт қарадым. Ерген асыға маған қарай жүгіріп келеді. «Қарындасым, бұл жерде кештетіп не істеп жүрсің?» деді ойлы көзбен.
Қараша айы күн қысқарған дала қараңғы. Алматының жарық көшесі ғана көңілге жылу сыйлайды. Мен Ергенді бірден танысам да, көзіме сенбей ойланып қардым. Ерген ентіге жетіп қолын созып тұр. Мен қолымды беріп амандасып едім. Ол қолымды жібермей сұрағына жауап күтіп күлімдеп қарап тұр. Сәлем, мен сабақтан қайтып барам дедім. Ергеннің бұл жерде қайдан жүргенін білгім келіп тұрсам да сұрамадым. Ерген қолымды жіберіп, менің сұрағымды көзіммен оқып қойғандай. Мен де осы жерде оқимын, қартайғанда білім керек болды, деді тістерін ақсита күліп. Менің есіме Ергеннің мектепте өте жақсы оқығаны түсіп, сен білімге құштар едің ғой, мектепте озат оқушы болдың, дедім. Соны неге айтқанымды білмеймін. Сен менің жақсы оқығанымды ұмытпадың ба? Деп Ерген таңғала көздеріне күлімдеп сұрап тұр. Ереке, сіз бізге де өз біліміңізді бөліп бергенсіз деп, әдейі сіз деп құрметпен айттым. Ерген күліп, бөліп бергенсің, деп басын сипалап, күліп қарап тұр. Есімде Ереке, есімде талай есебімізді шығарып бергенсің. Талай жырдастандарды оқып бергенсің. Шолпан екеуміз сен айтқанды жаттап алып, сабақта апайға айтып талай бей салғамыз деп. Сонау балалық шаққа кетіп, қалықтап ұшқандай болдым. Ергеннің сұлу көздері жайнап маған сүйсіне қарайды. Үйге асығып барасың ба деді, келе жатқан автобусты иегімен көрсетіп. Ой, рахмет, иә үйге, деп автобусқа беттедім. Ерген менімен бірге автобусқа кірді. Сен қайда барасың дептім, көзімді бақырайтып. Сені шығарып саламын, деп Ерген бос орынды көрсетіп отырғызды. Қылшылдаған 25 жасар Ерген өте сымбатты. Киген киімі де өзіне жарасып тұр. Толқынды қалың шашы қысқа кесіліп, артқа әдемілеп таралған. Мен дәл алдымда күлімдеп, ананы мынаны айтып тұрған Ергенге тесіле қарадым. Негізінде мен бірінші рет осылай ер адамға қорықпай көзімді алмай қарауым. Осы жылдары мен жігіттерден аулақ жүретімін. Жұмыстағы ер адамдарға да жақындай бермейтімін. Ер адамның көзіне тіке қарасам іштен қорқыныш толқып шығып, жүрегім қатты қағып, мазамды алатын. Ал Ергенге қарап отырып көздеріміз неше мәрте түйісіп қалса да, бойымды қорқыныш беремеді. Керісінше жылу кіріп, қарай бергім келеді, дегендей болды. Келесі аялдамадан түсем дедім, орнынан тұрып. Сол аялдамада тұрасың ба? Деп Ерген сұраулы жүзбен мейірлене қарады. Жоқ, ол аялдамада біздің ауылға баратын автобус келеді дедім. Олай болса сол автобусты бірге күтеміз деп қолымнан ұстап, автобусқа есігі ашыла берді. Бірге сыртқа шықтық. Аялдамада адам аз екен. Ерген қолымды жібермей тұрып, автобусың қашан келеді? Өтіп кеткен жоқ па деді. Мен қол сағатыма қарап, өткен жоқ, енді 15 минуттан соң келуі керек дедім. Ерген қолымды жіберіп, күліп қарап тұр. Екеумізге ортақ әңгіме қайдан пайда болады білмеймін. Біз сөйлесе бердік. Біресе универдегі ұстаздарды айттық, біресе сабағымызды. Одан қалса бала кезімізді айтып, аузымыз шабылмайды. Ерген шетін айтса, мен іліп алып кетем. Мен бір әңгіме бастасам, ол іліп алып кетеді. Автобусым келгенде қуанышқа толы кеудемнен көлікке міндім. Ерген күліп, қол бұлғап қалды. Бұл не? Неге мен Ергеннен қорықпаймын? Неге кеудемде ән салып тұр? Неге Ерген маған ыстық? Сол күннен бастап Ергенді институтта жиі көретін болдым. Кездесіп қалсақ әңгімелесіп, кейде бірге астанатынбыз. Бұрын менің бос уақытым болмайтын еді. Ергенді кездестіргеннен бері бос уақыт табылып тұрды. Ол жұмысыма шығарып салады, жұмысым біткенде ауылға автобусыма салып жібереді. Бірде Ерген маған ойлы көзбен қарап, Өлжан, сенде ертең демалыс қой, деді. Мен басымды изедім. Тауға барайықшы. Көктемде ол жерде қандай гүлдер өсетінін сен білесің бе? Деді сұраулы көзбен. Тауға бармадым, деп айтып тұрып, тауда қандай гүлдер өседі екен деп ойладым. Не тартқанын білмеймін, мен Ергенге еріп тауға бардым. Алматыда 6 жылдай жүрсем де Алатауды аралап көрмеген едім. Ертегі әлеміне тап болып, тамаша табиғатқа таң қалып, керемет күн өткіздім. Гүл деген расымендей көп екен. Таң тамаша болдым. Күдіктің бәрін ұмытып, көбелекке айналғандай болып, гүлдерден гүлдерге қонғандай болып, рахатқа бөлендім. Тамаша, өте керемет табиғат пен тап-таза ауа. Шөп арасында жүгіріп балаша қуандым. Ерген қамқоршы, өте сыпайы. Ол бала кезінде де сыпайы тәрбиелі еді. Сол мінезі өзгермепті. Бұл біздің алғаш бір күн бойы бірге жүрген күніміз еді. Сол күні бақытты едім. Кешке әдетінше мені өз автобусыма салып жіберіп, Ерген аялдамада қалды. Мен тауда жүрген әр сәтті есіме алып, керемет көңіл күй кештім.
Содан кейін де ерген мені талай рет таңғалдырып, талай мен көрмеген жерлерге барды. Біздің бірге жүргенімізге жарты жылдай асты. Ергенді іздеп тұратын болдым, оны сағынатын болдым іштей өзіме. Гүлжан, есіңді жи. Ергеннің кек алмайтынына кім кепіл болады? Шолпан өзі өшпенділігін ашық көрсеткен. Мүмкін ерген өзіне ғашық қылып, тастап кеткісі келіп жүрген шығар. Ол өзінің тартымды сұлу екенін біледі. Көп қыз ғашық болып, үзілердей қарайтынын біледі. Маған әдейі жылулық сыйлап, сыпайылық көрсетіп жүрген шығар. Ол қандай адам екенін сен білмейсің ғой. Көз алдымда өскен балақайды білем. Танимын деген бекет анандай болды. Олардың ата-анасы танымастай өзгеріп шауып алды ғой. Гүлжан, тоқтат. Ергенді ойлай берме, әрдайым бекетті есіңе сал. Ол саған не істемек болды? Содан кейін өмірің қандай болды? Отбасын қалай қайналды? Соны ұмытпа. Енді бекет қандай күйде? Соны да ұмытпа. Бекеттің мүгедек болып қалғанына тікелей сен кінәлі екеніңді де ұмытпа. Ергендікі кек болуы мүмкін. Інісі үшін кек алса не істейсің? Гүлжан, бекеттің отбасынан тағы да азап шексең, ата-анаң жынданып өлер. Сен соны ойла, деп өзімді жинап, ергенді ойламауға тырыстым. Өзімді оған суық етіп көрсетем, деп өзімен алысып жұмыс жасаймын. Бірақ ергенді көргенде, әсіресе оның мөлдіреген сұлу жанарымен жанарым түйіскенде, мен бәрін ұмытамын. Кейде ойға батып, ерген, сен неге бекеттің бауырысың? Әттең, сен бекеттің бауыры болмағаныңда мен, деп өз ойымнан шошып, күннен күнге ергенге жақын болып бара жатқаныма қорықтым. Одан алыстау бір жол іздедім. Сосын ергенді көріп қалсам жұмысым, сабағым деп сылтау айтып, қашатын болдым. Біраз уақыт ергенмен жолықпауды шешіп, оның көзіне түспей қашып жүрдім. Бір айдан астам, тіпті көзіне көрінбедім. Өзім оны сағынып көргім келеді. Сыртынан көріп, мауқымды басып жүрдім. Ерген өз ортасында құрметті, достары көп. Сыртынан тығылып қарап, іс-әрекетін бақылап қоям. Жұмысынан кеш шығып, автобусымның кетіп қалғанын да біліп, не істерімді білмей, құйып тұрған жаңбырдың астында тұрмын. Қатты құйған күзгі жаңбыр қолшатырыма бой бермей барады. Гүлжан, көбелек деген дауысқа жалт қарадым. Ерген құйып тұрған жаңбыр астында су болып тұр. Ерген, деп қолшатырмен қасына барып қалқаладым. Автобусың кетіп қалды, деді жол жақты көрсетіп. Иә, үлгермедім. Жұмыс көп болды ма? Иә, жаңа көшеттер келген, тез тікпесек әлсіз еді. Деп жұмысым туралы айтып кеткеніме қысылып, тоқтап қалдым да. Сен кештетіп қайда жүрсің? Дедім. Саған келгем. Кездеспегенімізге көп болды ғой. Ол рас, деді, бірақ ерген көңілсіз. Көзіме тура қарамайды, жанарында мұң. Сен ауырып қалмадың ба? Деді маңдайынан сипалап. Жоқ, бәрі дұрыс деп, су шашын сипады. Сен жаңбырдың астында көп тұрған тәріздісің, ойбай, киіміңді сығып алатындай болыпты деп, шылғылдап, су болған киімін сыртынан ұстап көрдім. Жаңбыр қатты жауып кетті ғой, ештеңе емес, дала жылы ғой деп, иығым сілкіді. Такси тоқтаталық, сен жатақханаға бар, мен ауылыма барайын дедім. Ерген қолын көтеріп көлік тоқтата бастады. Тоқтаған көлікке еңкейіп, қала сыртына барасыз ба деді. Ол басын шайқап еді. Кете бер деп қолын сілтеді. Көлік кетіп қалды. Ерген, сен кете бер, мен өзім кетем дедім. Жоқ, сен ауылыңа жеткізіп, сосын сол таксимен жатақханаға барам деді. Ерген, сен ауырасың. Қатты су болып кеттің десем де, мені тыңдамай көлік тоқтатып жол шетінде тұрды. Бірнеше көлік бармайтын болып кетіп қалды да бір көлік баратын болды. Мені көлік артына отырғызып, өз алдына отырды. Жол бойы сөйлеспеді, өте көңілсіз болды. Ауылыма келіп, үйімнің маңына тоқтадық. Ерген тез шығып, есік ашып құрмет көрсетті. Жаңбыр әлі жауып тұр, рахмет, тез көлікке отыр дедім, шатырымды ашып. Гүлжан, мен ауылға кетіп барам. Қашан келесем, келемін, белгісіз, деді бір түрлі дауыспен. Жолың болсын деп едім. Ерген қолымнан ұстап тұрып, көздеріме қарап. Гүлжан, не ғой? Мен, деді де ерінен сүйді де, тез босатып көлікке отырып кетіп қалды. Мен тұрған жерімде тұрып қалдым. Ергеннің мына әрекетін түсінбедім. Сүйді. Неге сүйді? Не үшін сүйді? Ол әдейі сүйді ме? Гүлжан, сен неге мелшиіп өзіңді сүйгізіп тұрсың, а? Сен білесің. Ерген айлакер. Ол қу. Ол сені әдейі жынды қылып тұр. Балқымай қиялға берілмей есіңді жи дедім. Үйге кірдім. Түн, ұйқы жоқ. Ергеннің жұмсақ еріні әлі ерінме тиіп тұратындай. Парфюмнің иісі қалып сіңіп қалыпты.
Алдымен сабындап жуайын деп отырдым да, өзімнен өзім бұл иісті кетіргім келмей, қайта иіскеп, төсегіме қайта жаттым. Ерген сол кеткеннен ұзақ уақыт Алматыға келмеді. Мен қатты сағындым. Ереңде тосумен болдым. Ай өтті, жоқ, 2 ай өтті, келмеді. Институттағы достарынан жолығып Ергенді сұрасам. Ерген сырттай оқуға ауысты ғой дейді. Себебін білесің бе десем. Я, отбасылық мәселе нақты білмеймін деді. Сырттай оқитындар сабаққа қашан келеді білесің бе? Қаңтарда ма, ақпанда ма? Мен анықтап алып сосын айтамын деді. Жақсы, мен осындамын деп кеттім. Ал енді Ергенді уайымдап өзімнен өзім ашуландым. Отбасына тағы да не болды екен? Неге жөнін айтпады? Мен оған кіммін? Ол неге маған жөнін айтуы керек? Күлжан, Ерген өз ойын іске асырды. Ол сені өзіне ғашық етті де кетті. Енді сен қинал. Мен Ергенге ғашықпын ба? Адам қалай ғашық болады? Ол неге сөйді? Ой, сенде бір кішкене еріңе тиген екен. Не көрінді соншама? Сол да сүйіспе? Ол әдейі солай жасады. Сені қиялданып жүрсін деді. Өзімнен өзім сөйлесіп, өзіме өзім ұрысып, жұмысымды жасап жүрдім. Тамаша ғажайып гүлдер өсіріп, бар зейінімді, махаббатымды гүлге салып, бұрынғы қалпыма келе бастадым. Оқуымнан соңғы жылы ақпанда басталды. Сырттай оқитын студенттер келгенін естісем де Ергенді істемедім. Жұмысыма келсем, Гүлия, сені шақырып жатыр деді. Сыртқа шықсам Ерген тұр, біраз арықтап кеткендей, жағы сопайып, көзі шүңірейіп кетіпті. Сәл жымиған болып қолын созып амандасты. Мен оны ойлағанда, оны көрсем суық болам, күрмеймін. Тіпті сөйлеспеуім керек деп, миыма 1000 мәрте қойғамын. Қайдан Ергеннің жүрген күтірін көріп, жаным ашса көргеніме қуанған жүрек ұшып шығардай тулап, аузыма тығылғандай болды. Тез қасына жетіп барып қолын алып едім. Ерген өзіне тартып бауырына басты. Құшағына қалай кіріп кеткенімді білмеймін. Ергеннің иісі балқытып, иығына басымды қойғанымды да білмейдім. Мен де қапсыра құшақтадым. Жылы киінсе де Ерген тым қатты арықтағаны, бір уыс болған денесінен де байқалды. Қалың жақсы ма, жаным деді ақырын. Жаным дегенді айтты ма? Әлде құлағым шалыс естіді ме? Даусы қандай жылы еді. Мен даусында сағыныппын ғой деп, іштей айтып басымды көтеріп көздеріне қарадым. Сұлу көзіне батып кеткендей болдым. Ерген еріннен ақырын сүйіп, сағынғаным-ай дегенде, толқыныспен айтып көзіммен маңдайымнан сүйіп, шашымнан ұзақ иіскеді. Бітті, маған да керек. Дәл осы әрекет болды ма? Мен жылап жібердім. Гүлім, жаным, көбелегім. Жыламашы, бізде бәрі жақсы болады деп Ерген аймалап, қайта бауырына басты. Неге мені? Жаным дейсің? Дедім өксігімді басалмай еңкілдеп. Себебі сен менің жанымсың. Гүлжан, мен сені сүйем. Мен сені сонау бала кезімнен сүйем деп, сүйгіштеп алды. Айтып жеткізе алмайтын күйге түстім. Ергенді итер алмадым. Өзімді де жинай алмадым. Аймалауына сүйуіне жол бердім. Сәл есімді жиып, сен қайда болдың дедім. Жұмысыңнан сұраншы ұзақ әңгіме бар деді жалынышты дауыспен. Мен жұмысымнан сұранып, сыртқа шықтық. Оңаша жерге барып, бірімізге біріміз ұзақ қарап алдық. Сөз айтпадық. Сөз айтсақ осы сәт жоқ болып кететіндей, тек қолымыз бірге сипалап отырмыз. Мен өз үйімде болдым. Сосын өкпеме су толып, 3 ай ауруханада жаттым. Міне 10 күн болды емдеп шықтым. Бәсе, тым жүдеусің. Жағдайың жақсы ма? Жақсы, құлан таза айықтым. Бірақ әлі біраз дәрі ішемін. Бұл келбетім қайта бер жағы ғой. Ой, өлем бе дегем, деді сәл көзін жұмып. Өлем бе? Деген сөзді естігенде жүрегім шым ете қалды. Қолымнан қатты ұстадым. Оқуыңды сырттайға ауысып тұрып, маған неге айтпадың? Саған айтсам сен себебін сұрар едің, деді төмен қарап. Мен сөз айтпай тек ойланып қарадым. Оның себебі сені жаралар еді. Білмеймін, мүмкін жараламас беді, деді жан-жағына қарап. Себеп інім Бекет тағы да ұрынып, бұл жолы сотталып арнайы колонияға түсті. Дегенде мен қолымды тартып алдым. Іштей, Ерген, сен неге Бекеттің бауырсың деп жүрегім сыздап кетті. Ерген мерілене қолымды қайта алып, Гүлжан, көбелегім, гүлім, жаным, мен сені адал сүйем. Мен сені бұрыннан да көп жыл бойы сүйем. Ол жағдай болғанда мен саған сендім. Мен Бекеттің арамдығына күйіндім. Әскерде болып жете алмадым. Келген соң Бекеттің дерті саған келуіме кедергі жасады. Ата-анам даядым. Итте болса әке, шешем ғой. Мен Бекеттің бауыры болғаныма күйіндім.
Ата-анамның сені қаралағанына қиналдым. Еш әрекет жасай алмадым, бірақ сенен алыстай алмадым. Сені іздедім, сағындым. Сені сырттай сүйдім, сенен басқа маған ешкім керек емес екенін түсіндім. Сен сөзіме сенесің бе? Деді көздеріме қарап. Мен сенерімді не сенбесімді білмей төмен қарадым. Гүлім, жаным, көбелегім. Сен маған сенбейсің, мен сені түсінемін. Оған себеп те бар. Сен тіпті менен қорқатын да шығарсың. Гүлжаным, жаным, сөзіме сенші. Мен сені шын сүйем. Сен өмірімнің мәнісің. Мұнайларда өлім аузында жатып емделгенде бар арманым сені көру. Сүйетінімді айту болып дерттен күрестім. Міне ағымнан жарылып айтып отырмын. Мен сен үшін бәріне дайынмын. Құдай-ай, неге мен сүйген жанға бауырым тиісті екен? Неге мен сүйген жан азаптану керек деп әрдайым күйінем? Гүлім, гүлжаным, көбелегім, жаным, біз бақытымыз үшін күресейікші. Біздегі махаббат ешкімде жоқ, біз бәрін жеңеміз. Сен соған дайынсың ба? Деді мейірімді көзқараспен қарап. Мен тағы да жауап бере алмадым. Гүлім, мен сені асықтырмаймын. Сен мендей жанмен бола аласың ба? Ойлан. Қанша дегенмен мен Бекеттің бауырымын. Бекетке деген өкпе кегің мені тебер. Сен мені жек көретінде шығарсың. Оған қақыңда бар дегенде мен шошып қолынан ұстай алдым. Көздеріміз түйісіп екеуміз де жылап отырмыз. Ерген, мен қатынасқа дайын емеспін. Сен неге мені сүйесің? Бақыт, Бекет ініңді көрген сайын сен мені жек көруге тиіс едің ғой. Шыныңды айтшы, не ойың бар дедім. Қолымды тартып алып. Арам ойым жоқ, ақ көңіл, шаралы жүрегімнен тек сені сүйемін. Мен сенбеймін, Ерген. Егер сенде мені өзіңе ғашық ету мақсат болса, сол мақсатың орындалды. Мен сорлы саған құлай ғашық болдым. Сені ойласам жаным ауырады, қатты ауырады. Енді сені ұмытудың өз азаптың азабы боларын сен білесің. Сен өз кегіңді қайтарын деп ойлай бер, дедім де, ауа жетпей қысылып, қатты қиналып жылап жібердім. Жаным, көбелегім, Гүлжан, алтыным, менде ондай ой болған жоқ. Жоқ, олай ойлама. Мен сені шын сүйем. Мен жүрегіммен, жаныммен сүйем, деді қолымнан ұстап. Мен басымды шайқап, орнымнан тұрып кетуге ыңғайланып едім. Көбелегім, гүлім, маған сенсіз өмір жоқ. Сен менің адал махаббатыма сенуің үшін мен не істесем екен? Деді ол да орнынан тұрып. Ештеңе істеме, мені жайыма қалдыр, болды дедім. Ерген қайта отыра қалды, мен тез жұмысыма асыға кіріп кеттім. Мен жұмысыма келіп, ұзақ жыладым, күйіне жыладым. Мені Ерген неге сүйемін деді. Мені басқа жігіт неге сүйіп қалмады. Мен де Ергенді неге аңсаймын деп бірнеше күн жүрдім. Сосын психолог дәрігеріме бардым. Бар болған жағдайды айтып беріп кеңес сұрадым. Гүлжан, Ерген мүмкін сені шын сүйетін шығар. Сен оған өз махаббатыңмен адал екеніне және алдағы уақытта түрлі қиындыққа төзе ала ма? Мүмкіндік бер, байқа. Бірақ өз сезіміңді де сына. Бірден еркіне көнбе. Сен онсыз да сезімге ерік беріп, оның сүюіне жол бердің. Алдағы уақытта олай жасама, сезіміңді басқар. Босаң суыңа жол берме деді. Мен Ергеннің келетініне сенбесем де жүрегім, ол келеді деп тосты. Сырттай оқитын студенттер сабақтарын аяқтап кетіп қалды деп естіп. Ерген, сонша жылап айтқандағы махаббатыңның күші бір сөйлесуге ғана жетті ме деп іштей өкіндім. Түн батса Ергеннің әр сөзі құлағыма келгендей болып, аласұрып көп қиналдым. Гүлдермен жұмыс жасап отырып, Ерген ойыма орала берді. Көктем шығып, күн жылынып, менің жұмысым көбейіп, ойланып жүруге уақыт жоқ болды. Ал түн болса Ерген бірден есіме түсіп, әр кездескен кезіміз елестеп жүрегімді ауыртатын болды. Менің де жан дүнием махаббат отына жанып, азаптанумен болдым. Дипломды алатын уақытта жетіп, қызыл құжатымды құшақтап, оқу орнынан көңілсіз шығып келе жатсам, көбелегім, шаным, Гүлжан, гүлім деп, қатты айқайлаған дауысқа елең ете қалдым. Ергеннің дауысы екенін танып, жан-жағыма қарап, топ ішінен іздедім. Дәл алдымда гүлін жоғары көтеріп, маған қарай топ адамды жарып, күліп келе жатқан Ергенді көргенде жылап жібердім. Ол бас салып, құшақтап, көтеріп алып, айналдырып, әдемі көздерімен көзіме қарап, ерніме жабысты. Сағынышпен сүйісіп кеткенімізді білмей қалдық. Адамға бой бермейтін күш махаббат күші ме деп ойлаймын. Сол күн біз үшін ең бақытты күн болды. Мен психологым айтқан өзімнің сезімімді тыю деген кеңесті ұмыттым. Ергенде өте бақытты болды. Бірнеше күн жұбымыз жазылмай бірге жүрдік. Гүлжан, мен 3 күнге әрең сұранып келдім. Жұмысында ауысатын адам жоқ.
Ауыл шаруашылығында қазір науқан уақыты. Көксақ пісіп, шеміш жидек төгіліп жатыр. Соларды тездетіп жинатқызып, өткізуім керек деді. Ерген салмақты дауыспен. Келгеніңе рахмет, мені қатты қуантың дедім қимай тұрсам да. Гүлім, мен күзде құда түсіп келем. Сен рұқсат бересің бе деді, көздері жайнап. Ерген құда түсем дейсің бе? Атанаң рұқсат береме дедім де. Өз атанам рұқсат берем екен. Оларға қалай айтам деген үрей бойында беріп кетті. Ерген сәл ойланып алды да, отбасымен сөйлесем. Олар рұқсат берулер керек, беруге тиіс. Бұл жерде сенің еш кінәң жоқ. Олар сотқар ұлдарының сенсізде тағы да жаман жолға түскенін көрді ғой. Көздері ашылған шығар деді қабағын түйіп. Сен алдымен отбасыңмен сөйлес, мен де өз отбасыммен сөйлесейін. Менің де отбасым дәл саған тұрмысқа шығатыныма қуана қоймас дедім, мұңды дауыспен. Ерген басын изеді де менің бауырына басып тұрып, мен алдымен отбасыма айтып алып, сосын саған келіп, ата-анаммен сөйлесемін. Сөзімді уәдемде беремін, сүйетінімді айтамын. Сенсіз маған өмір жоқ екенін түсіндіремін деді. Біз бір-бірімізді қимай, Ерген асығыс ауылына кетті. Осы айларда хат жазып хабарласып, реті келсе қала аралық телефонмен сөйлесеміз деп келісіп қоштастық. Мен үйдегілерге Ерген туралы айта алмай көп қиналдым. Ата-анамды аядым, бауырымның ашуынан қорықтым. Жасым болса 25-ке жақындап қалды. Мүмкін олар мені түсінер деп те ойлап қоямын. Осындай ойлармен бір ай жүріп, ақыры жеңгем арқылы айтуды жөн көрдім. Ергенге тұрмысқа шығатынымды жеңгеме айтқанымда, оның көздері бақырайып шошып кетті. Жеңеше, Ерген мені сүйеді, қатты жақсы көреді дедім. Жеңгем аянышты көзбен қарап отырып, сенше, сен оны жақсы көресің бе? Деді үрейледі үспен. Мен көздерімнен жасым ағып, тек басым деседім. Қызғалдағым ау, мына әлемде одан басқа жігіт құрып қалып еді, деп жеңгем құшақтады. Жоқ жеңге, басқа жігіт жоқ дедім таусылып. Сен ертең жұмысыңа кеткенде мен анамызға айтып көрейін. Ботам-ау, оларға да қиын ғой. Олары бірден сол жағдайды ойлайды ғой деді. Сөзін аяқтай алмай жеңгем де жылап жіберді. Білем жеңеше, білем. Мына жүрекке әмір жүрмейді екен дедім, еңкілдеп жылап. Жеңешем үндемей бірге ұзақ жылады. Түнмен көз ілмей, таң атысымен жұмысыма кеттім. Кешке келгенде үйдегілердің бір түрлі болып жүргендерін көрдім. Анамның қабағы түйіліп, бетіме қарамайды. Бауырым бөлмесінен шықпады, әкем қонақ бөлмеде теледидар көріп отырған мен. Оймен басқа жақта отыр. Мені көріп ойлана қарап қалды. Мен қорқып бөлмеме тығылдым. Бір сағат өткен соң жеңгем бөлмеге кіріп, қызғалдағым, сені шақырып жатыр деді. Жеңеше, олар маған ұрсама деп үрейленіп отырдым. Олар не десе де көтер, сөз қайтарма, ақырын тұс. Не десе де ол кісілер түкілжен деді, шашымнан сипалап. Ақырын басып қонақ бөлмеге келгенімде әкем, анам, бауырым, кіші інім отыр екен. Әкем мені дәл қасына шақырды. Отыруымды өтінді, отырып едім, бұрымымды қолына алып, ұзақ иіскеп, үнсіз отырды. Анамның көздерінен жастары ағып, орамалын шетіне сүртіп, пышылдап отыр. Жеңгемнің де жылап отырғанын байқадым. Танауын басып алыпты, бауырым басын көтермей төмен қарап отыр. Інім ашулы көзбен бір қарады да басын салбыратты. Қызым, Ергенмен қанша уақыттан бері біргесің деді, әкем ақырын. 2 жылға өтті. Ерген қандай азамат болыпты? Әке, Ерген өте жақсы дедім де, жылап жібердім. Әкем иығымнан тартып басымды өз иығына қойды. Мен күйіне тоқтай алмай жыладым. Бүкіл отбасымды сатқандай болдым. Әкем мені бауырына баспай, ұрсып айқайласа да дәл осылай күйінбес едім. Әкем мінезді болғанымен ақылды адам. Ол кісі маған ұрыспай, бауырына баса отырып, өз күйігін ренішін көрсете білді. Солқылдап өзі де жылап алды. Өф деп, денесін тік ұстап. Жылама, сен жылап болған соң енді күлетін уақытқа жеттің. Қалған сен өмірге шыр етіп келгенде тағдырың мына маңдайыңа жазылып қойылған. Егерде жоғарыдан бұйрық кетсе сендер қосыласыңдар. Келмесе қосылуға жол жоқ. Соны біл қызым. Ерген өз ата-анасымен сөйлесем деді ме? Деп менің басымды көтерді. Я, деп басым дейтім. Солардың жауабын тос қызым. Ол бейбақтар не дер екен? Дегенде даусы күңіреніп шықты. Әкем тағы да терең күрсініп алды да отбасыма қарап. Сендерге айтарым, бұйрық болып Ерген отбасымен құда болатын болсақ, құшақ жая қарсы аламыз. Қызым, олар айтқандай жынды емес. Қызым ақ қараны, жақсы жаманды ажырата алатын жан. Аллам оған сынақ берді, Аллам өзі абыройын,
аман алып қалып, сол отбасына келін болуды жазса, біз қарсы бола алмаймыз. Жүрекке әмір жүрмейтінін бәрін білесіңдер. Болмаса Алматыдағы мыңдаған жігіттердің көзіне қызым түспеді ме? Аллам оларды қосатын болса, менің тарапымнан қарсылық жоқ. Мен Ергеннің әкесін құдам деп құшақ жая қарсы аламын. Құдайымдай күтемін. Енді солардан хабар күтеміз деді. Біздің үйде әрдайым шешуші сөзді әкем айтады. Басқаларымыз тек қоштаймыз. Сол тәрбиемен ешкім сөз айтпады. Әкем сәл үнсіз ойланып отырды да: менің гүл сүйгіш көбелегім, сен Ергеннен хабар келмесе өзіңді кінәлама. Ергеннің отбасы сені оңайлықпен қабылдай қоймас. Оған үлкен күрес керек. Олардың көз алдарында сол жағдайдың соң мүгедек болып қалған Бекет жүр. Оларға да оңай емес. Сен сол отбасына келін болып, Бекетті күнде көріп өмір сүре аласың ба? Соны да ойла. Біз сені әрдайым қолдаймыз, қамықпа. Ерген екеуің мықты болуларың керек. Қиындықта төзе білулерің керек. Енді бара ғой деп маңдайынан сүйді. Тұрып анама қарап едім. Анам да өзіне шақырып құшағына алып: сұлу, ақылды қызым, бағың ашылсын, бәріне дайын бол, мықты бол, біз сені қолдаймыз деді. Жеңгем де бетімнен сүйді. Ағам мен інім бастарын көтермей отырды. Ағам сұрланып, қабағы түйіліп, ашулы екенін көрініп тұрды. Әкемді сыйлағаннан әрең отыр. Інім өкпелі екенін білдіріп, қозғалып денесін сілкіп, маған ашулы көзбен жалт қарап, теріс қарады. Інім Бекетпен жасты еді. Оның өз өшпенділігімен ашуы бар еді. Әкемнің тәрбиесінің арқасында інім өзін ұстап отыр. Болмаса біраз сөз айтары анық еді. Сол күннен кейін анам мен жеңгем менің жасауыма әзірлік бастап кетті. Әкем де малын іріктеп, бөлек қораға бірнеше қой кіргізіп, шем суын бөлек бере бастады. Ағам мен інім төңіректі тазалап, қураған ағаш, қисайған шарбақ дегендерді жөндеп, басқа да шаруаларды қолдары қалт етсе әкем айтпаса да жасап жүрді. Ергеннен хат күтем. Ол алдыңғы айда жазғанда, әлі айтпаған жазған. Мен асықпа деген, 10 күн өткенде тағы да хат келді. Оқсам ол отбасына айтқанын, бәрі қарсы болғанын жазыпты. Маған уайымдама, мен оларды көндірем депті де. Біраз арпалыс болатын көрінеді. Сен мені күт деп те жазыпты. Енді мені қорқыныш биледі, мен өзімнен. Сол күреске шыдайсың ба? Ол отбасында сені қандай қиындық тосып тұр? Соны көтер аласың ба? Сенің Ергенге деген махаббатың соған көне деп сұрақтар қойып, сол сұрағыма жауап таба алмай қиналдым. Ерген қала аралық қоңырау шалып сөйлескенде сағынғанын айтып, сүйетінін айтып, сонымен қатар жұмысы көп, қолы тимей жүргенін де айтатын. Соңғы кезде отбасы туралы айтпады. Қыркүйекте аяқталып, көздің тамаша күндері өтіп жатты. Жұмысымда дәрежелі маманмын, өз кабинетім бар, басқарып отырған біраз жұмысшыларым да бар. Сонымен қатар өзім жақсы көретін үлкен жауапты ісім бар. Бөлмемде отырсам көмекші қыз кіріп: сізге Сәуле есімді қыз келді дейді. Сәулені көрмегелі 7 жыл болып қалды. Қандай қыз болды екен деп ойлап қоямын. Есіктен көзі жәудіреген бет әлпетінің сұлулығы Ергенге келетін ару кірді. Ол жасқаншақ, екі қолын біріне бірін қыса ұстап, қысылып тұр. Қыздың қысылып, жасқанып тұрғанына менің ішім жылып, тез қасына бардым да: Сәулеш, қалың жақсы ма? Дедім. Қыз жасқана қарады да көзін төмен салды. Төрлет, отбасың аман ба дедім. Сәуле жұтынып алды да көзін көтермей тұрған күйінде: сізге келіп едім деді. Сәулеш, мен өте қуаныштымын, бірақ сен көңілсізсің ғой деп едім. Қыз құшақтап алды да жылап жіберді. Мен қорқып кеттім. Сәуле, Ергенге бірдеңе болды ма деп мен Сәуленің көздеріне төне қарадым. Ағама ештеңе болған жоқ, ол жақсы, жұмысында жүр деп жылдам айтты. Өф деп ішімнен толқын шықты. Неге жылайсың дедім сасқалақтап. Гүлжан әпке, мен сізді қатты сыйлаймын, және де қатты жақсы көремін. Менің отбасым сіздің ағама жар болғаныңызды қаламайды деп тоқтап қалды. Күнім-ау, мен оны білемін. Ерген маған жазған деп едім. Қыз сөзімді тез бөле сөйледі. Анам ағамды үйлендіргелі жатыр, бірақ сізге емес, өз танысыңыз қызына бермек деп тоқтады. Менің күлкім келгендей болды да сәл мысқылдап: үйлену оңай дегенмен, анаң дегеннен дүкеннен ұлына көйлек әпергелі жатқан жоқ қой. Ерген қаламаса алмаса ол кісі қалай үйлендіреді дедім ойлы көзбен. Әпкетай оп-оңай үйлендіреді. Сіз анамды білмейсіз.
Анам қызды әкеліп қойнына салса да қосады, деп Сәуле ашулы көзбен қарап отыр. Жүрегім зу етіп, өн бойым суып кетті. Орнымнан тұрып, әрі-бері жүрдім де, сосын Сәулеге қарап, Ерген ақмақ емес, ол анасын жақсы біледі. Ол бәріне төтеп беруі керек. Қойныма салды екен деп құшағын жаймас дедім сілтеніп. Сәуле иығын қиған еткізі, сосын маған мейірлене қарап, мен сіздердің қосылғандарыңызды қалаймын деді. Рахмет, біз бірге боламыз дедім де, сенімді дауыспен. Ағам сізді қатты жақсы көреді, махаббат үшін күресіп жүр деді. Орнынан тұрып, қолымнан ұстап. Мен білем дедім. Әпке, мен сабағыма барайын. Сау саламатта болыңыз деп есікке беттеді. Жақсы Сәулеш, келіп тұр, дедім. Сәуле шығып кетті, мазам кетті, кеш батуына асыға күттім. Қазір қоңырау шалсам Ерген үйде емес. Кеш қала аралық қоңырау шалсам Ерген үйде болып тұтқаны көтереді. Аллам бізді ажырата көрме. Кешке Ергенге қоңырау шалдым. Тұтқаны ешкім көтермеді. Үйде жоқ шығар деген ой келді. Ертеңінде тағы да қоңырау шалдым. Жауап жоқ. Біраз күн шалмай тосайын өзі де хабарласып қалар деген оймен жүрдім. Сәуле келіп кеткен соң ойым сансаққа кетті. Ерген қоңырауға жауап бермеді, не болып жатыр? Қорққанға қос көрінеді демекші, бұрындары да сирек қоңырау шалушы еді ғой. Сәл күтейін, қатты келетін уақыт жақындап қалды деп өзімді басам. Қазан айының ортасы болды, Ерген егістікте екен. Неге хат жазбайды? Қолы тимей жүр ме екен? Сәуленің қай жерде оқитынын неге сұрамадым? Деп ойланып жүрдім. Біз жұмыс жасап жүрген ұжым дамып, шетелмен тәжірибе алмасу жолдарын қарастырып жаттық. Жоғарыдан маған бару керек деп бұйрықта келген болатын. Мен бастығыма жолығып тұрмысқа шығатынымды айтып, бара алмайтынымды түсіндіргем. Бастығым ойланып отырып, Гүлжан, Нидерландыдан келген өкіл дәл сенің тәжірибе алғаныңды қалап еді. Сен шорт кесіп шешім қабылдама, әлі уақыт бар. Сен тұрмысқа шықсаң жолдасыңмен де бара аласың. Бір ай білім алсаң өзіңе де бізге де жақсы болар еді деп сөзін аяқтады. Қашан кетуіміз керек? Қарашаның аяғы, желтоқсанның басында құжаттар дайындалуда. Мен жігітіммен сөйлесіп көрейін, келесі бір рұқсат берсе қуана барар едім дедім. Сөйлес, ақылдас, сосын шешіміңді ертерек айт. Баратын адамның да құжаттарын ерте дайындауымыз керек деп бастығыма шығарып салды. Мен бұл ұсынысқа қатты қуандым. Ергенге айтуға асықтым. Қоңырау шалып етім үзіле берді. Сосын хат жаздым. Хатыма: Ерген, отбасың біздің қосылғанымызға қарсы болса, онда шетелге кетейік. Сенің игерген мамандығың агроном. Сен шетелде білімін дамытып, жоғары дәрежелі маман боласың. Қазір уақытта біздің елге өте керек мамандық қой. Бірге барып дәріс алайық, бақытқа бөленейік деп жазып Ергеннен хабар күтуде болдым. Қазан айы да аяқталып, суық қараша басталды. Биыл қыстым ерте басталып, қарда қалың жауды. Мен не ойларымды білмеймін. Үйдегілермен жұмыстан келсем, Ергеннен хабар күтіп қарайтындай ма? Әлде жанашыр көзбен қарай ма? Мен қысылатын болдым. Тұрмысқа шығам дегенімді естіген қызметтестерімде қашан тұрмысқа шығасың деп бұл жеткізіп сұрайтынды да табылып тұр. Ақыры шыдамай шетел телеграмма жібердім. Хабарлас, болмаса мен шетелге кетемін дедім. Ертеңіне жауап келді: кете бер, мен үйлендім деген. Телеграмманы оқып тұрып, тынысым тарылып, бойымда ашу беріп кетті. Орнымнан ұшып тұрып, тез кеңсеге бардым. Бастығыма асығыс кірдім де: мені тездетіп шетелге жіберіңіз, құжаттарым толық дайын дедім. Өте жақсы, сонда да 20 күндей күтуім керек. Тексеріс реттеу жұмыстары болады. Сен өз жұмысыңды орныңа тағайындаған адамға өткізіп, көрсетіп, үйретіп болғаныңша ұшақ билеті қолыңда болады деді. Басымды изедім де тез шығып кеттім. Үйдегілерге билет қолыма тигенде айтамын деп үндемей жүрдім. Өн бойымда ашу билеп, Ергенді жек көріп, бірге жүрген әр сәтіме қарғыс айтып, өзіме ұрсумен болдым. Шылаушы болма Гүлжан, осыдан Ерген үшін жас төксең, сен өзіңе деген құрметтен айырыласың. Сен ақыры осылай боларын білдің, әкең де білді, ескерді. Енді не егіліп жылап, ата-анаңның жүрегін ауыртып, бауырларыңның ашуына тезің бе? Доғар, мықты бол. Жаныңда Ерген болмаса өмір тоқтап қалып еді деп айтып тұрып көз жасымды тия алмаймын. Сәуле ағасын үйленеді, анам үйлендіреді деп айтқан күні шорт кесуін керек еді. Расымен жұмысымды өткізіп, үйретіп көрсетіп болғанша менің шетелге кетуіме рұқсатта дайын болып, қолыма ұшақ билеті берілді. Ертең кетемін деген күні үйдегілерге айтуды жөн көрдім. Бүкіл қағаздарыммен ұшақ билетін құшақтап үйге келдім де, кешкі аста бәріне қарап отырып,
Мен ертең Нидерландияға кетем. Бір ай сол жақта тәжірибе алып, білімімді арттырам дедім. Анам шошына қарап көздеріне жас толып кетті. Мам, тек жыламашы. Нидерланд гүл әлемі ғой, білесіз ғой. Мен көбелекпін, сол гүлдерге баруым керек. Бар жоғы бір ай ғой, дедім. Әкем мен бауырларыма қарай алмай отырмын. Әкем сәл тамағын жөткерініп алды да. Көбелегім, бұл деген өте жақсы жаңалық қой. Неге ертерек айтпадың? Дәл ертең шынымен де кетесің бе деді. Мен әкеме қарай алмай басымды салбыратып отырып, ертерек айтсам жібермей қоярсыздар деп ойланып, анам жылап есімді шығарады ғой дедім. Қайда жүрсең де аман бол, қызым, тек өзіңнен қашпа. Біз сені жақсы көреміз. Шетел деген жақсы ғой, ел көріп, жер көріп. Сонымен қатар біліміңді арттырып келесің. Ол деген керемет. Аман есен барып кел деді әкем, біртүрлі мейірімді дауыспен. Мен тез тұрып, әкемді құшақтадым. Сосын түннің бір уағына дейін құжаттарды көрсетіп, баратын ел туралы не білетінімді айтып, ұзақ әңгімелестік. Отбасым мені түсінді, қолдады. Мен іштей жылағанымды оларға көрсетпей жолға шықтым. Сонымен артыма қарамай Нидерландыға кеттім. Отбасым қимаста кеткенімді дұрыс көрді. Өзім де осы шешімімді дұрыс деп есептедім. Ергенді ойлап, оны зорлап үйлендірді делік. Сонда ол адам емес, сат болғаныма. Күресе алмаса несіне сүйеді? Ол мені сүйген жоқ. Ол інісі үшін кек қайтарды деп ойыма мықтап дейтім. Менің жарқын болашағым алда, мені шын бағыт тосып тұр деп, шетелде өзімді жеңіл сезініп, еркін жүрдім. Жұмысымда, оқуымда өте қызықты болды. Бар зейінім, бар ынтам сонда болып жүре бердім. Бір ай демде өтіп, жаңа жылды сол жақта қарсы алып, тағы да 10 күн шетелде бола алады екем. Сол 10 күнді керемет өткізіп, шетелге ғашық болып оралдым. Елге келгенімде мансабым жоғарылап, қызуда қызықты жұмысыма кірісіп кеттім. Ергеннен еш хабар болмады, сәуле де келмеді. Көктем шыққан соң тіптен жұмыс көбейіп, ойлану тамақ, тұрмақ, бас көтер алмадым. Тіпті институттарға барып нұсқамалық дәріс оқыдым. Солай оқу орнына барып жүргенімде сәулені де көрдім. Ол алдыма мені ұстаздар арасынан көріп таңғалып қарап қалды да, сосын көзін төмен салды. Мен болсам, сәулені танымаған адам болып өте шықтым. Іштей сәуленің кінәсі жоқ қой, неге амандаспадың дедім де. Амандаспағаның да дұрыс болды, ағасын ойлап шақырып, қайғырып жүргенімді білсін, жүрмегенімді білсін дедім. Сәулені жолықтырған соң жарты ай өткен кезекті дәрісімді оқып, мекемеден шығып кетіп бара жатсам, шынды көбірек деп, айқайлаған дауысқа шалт қарадым. Таныс емес, толық әйел маған қарай келе жатыр. Айқайлай сөйлеп келеді. Шынды көбірек, сен жынды емес, ауру тарататын улы көбірек болдың ғой деп. Жақындап келгенде Шолпан екенін таныдым. Сәл сескеніп барып, бойымды тез жинадым. Шында ауру шашқыш көбірек, сен неге ергенмен жүрдің, а? Гүл іздеп жын ұрған жынды, неге бауырыма жоладың, а? Деді қасыма жақындап тістене. Мен Шолпанның үйленіп кеткен бауыры үшін күйініп тұрғанына таң қалдым. Шынды көбірек, сен шетелге кетем деп едің ғой, неге содан әрі жоғалмадың? Сен неге бір жолата кетпейсің? Сенің біздің отбасымызда не құның қалды, а? Бір бауырымды қылмыскер қылдың, екіншісін ауру шынды қылдың деп. Қолым маған сермеп, кеп қалғанда білегінен шап бердім де. Сен не маған қол көтермексің бе? Дедім де білегін ауырта қысып, төмен түсіріп, кеудесінен итеріп жібердім. Қанша дегенмен Шолпанда маған деген үрей бар. Ол мені дәл осылай қарсы тұрады деп күтпеген. Сәл шалқалақтап барып білегін ұстап тұрып қалды. Мен ергенге тием дегенім рас, себебі ол сүйем деген. Сосын ол үйленді, мен өз жолымен кеттім. Мен оны іздемедім, бармадым. Шолпан, сенің менде не құның қалды? Бауырың жүрегімді жаралап, мені ауру етті. Ол мені мазақтады, мен тастанды болып қашық жүрегімен қанжыладым. Ерген маған уәде беріп тұрып, алмай тастап кетті. Сен неге маған ашуланасың? Керісінше менің азаптанып, қиналғанымды көріп қуанбайсың ба? Неге мені ұрайын деп тұрсың деп? Едім. Шолпан жылап жіберді. Гүлжан, мені кешірші. Біз отбасымызбен қателік жасадық. Сөйлесе аласың ба деді, жалынышты көзбен. Мен кеңсе алдындағы орындықтарда көрсеттім. Шолпан жылағанын тоқтата алмай біраз отырды да. Ерген, сені аламын дегенде біз ашудан намыстан өліп кете жаздадық. Бекеттің мүгедек қана емес, сонымен қатар қылмыскер болғанын сенен көретінбіз. Әкем де анам да мен де қарсы болдық, келіспедік. Әкем осыдан сол жынды көбелек босағамды аттаса,
мен өлем деді. Ерген үйге әкелмей Алматыда тұрамын дегеніне анам өкіріп жылады. Мені өлтіріп кет, осыдан сол жынды көбірекке үйренсең, сен қарғысқа ұшырайсың деді. Бауырым көп қиналып бізді көндіре алмай алысты. Ол түсіндіріп көзімізді ашса да, біз естігіміз келмеді, тыңдамадық. Содан мен анама ақыл қосып, келін түсірдік. Менің сұлу бауырыма ғашық қыздар көп қой. Келіскенін үйге келіп, әкеліп, шашу шашып алдын ала мас болған бауырымнан қойнына салдым. Таң атқанда бауырым басын көтеріп, қойнында жатқан сен емес екенін көріп, қос қолымен басын ұрып, жан ұшыра айқайлады. Сол күннен бастап тіл қайтпайды, сөйлемейді. Әйелімен бір бөлмеде бір төсекте жатса да бет бұрмайды. Аурума дерсің, жұмысына кетіп, ең далада сенделіп сағаттап жүретін болды. Біз басылады, өлберіп қасында ару жатыр ғой, бәрін ұмытады дегенбіз. Қайдан ол келіншегін сипапта қоймайды екен. Міне жарты жыл өтсе де сол қалпынан өзгерген жоқ. Өткен айда жеңгеміз кетіп қалды. Байым бетіме қарамаса несіне сендерге қызмет жасайым деді. Жеңгемдікі дұрыс. Анам жылаудан көзі құрғамады. Әкем өмірден түңіліп кеткенде ұлына қарап күрсіне береді. Сен тұрмысқа шығып кетсең ерген көндігермеді. Ол сені шетелге ренжіп кетті деп тосама білмеймін. Сағаттап суретіңе қарап, жасын төгеді, деді Шолпан бетіме қарап. Ол менің Алматыда екенімді білеме дедім. Неге сұрағанымды білмеймін. Білмейді, сені шетелде деп жүр, деп Шолпан тоқтап қалды. Мені тылсым күш орнымнан тұрғызып жетелегендей болды. Мен Шолпанның не айтқанын естімей жүгіре басып, тездетіп Ергеннің ауылына баратын автобекетке асықтым. Жүрегім алып ұшып, оған тез жеткім келді. Автобекетке келсем сыртта таксилер көп екен. Тез біреуін жалдадым да ауылға қарай құстай ұштым. Мен ауылға жеткенде кеш батып, мал өрістен қайтып, абыр-сабыр болып жатыр екен. Ергеннің қақпасына келіп тоқтап, әрі-бері жүрген адамдар арасынан Ергенді іздеп сәл бөгелдім. Қора жақтан оны байқап қалдым да таксистке бұрылып, тоса тұрыңыз, мен қазір қайда кетемін. Сол кезде ақыңызды толық төлеймін дедім. Жүргізушісі басын изеді, Ерген аула алдына тоқтаған көлікке кім екен деп қарап, ақырын басып келе жатты. Мен көзімді алмай қарап тұрмын. Ерген мені көрді де қабағын түйіп тұрып қалды. Ерген, дедім. Ол ойланып түсінбей тұр. Мен оның өз көзіне сенбей тұрғанын сезімде. Ерген, мен саған келдім деп қарсы жүрдім. Ерген тез қасыма келіп, басымнан аяқ толық қарап, көздеріме жас толып, жаным, көбелегім, деді. Иә, бұл мен, сенің жынды көбелегің, дедім. Ол иығымнан ұстап көздеріме қарап, сенбей бауырына басып шашымнан иіскеді. Мен саған келдім, менімен кетесің бе дедім, батылданып. Ерген көз жасы ағып тұрып, басын изеді. Мен көлікте көрсеттім. Мен қазір деп Ерген үйіне қарай беттегенде, аулада анасы, әкесі қарап тұр екен. Мен басымды иіп амандастым, олар бірге бастарын игендей болды. Ерген үйге кіріп кетті, мен тез көлікке отырдым. Шыны керек, Ергеннің ата-анасынан қорықтым. Көліктер айналып кетер жолға бет бұрып қақпа алдына келгенде, Ерген асығыш шағын сөмке көтеріп, бір жеңі киілген, бір жеңі келмеген жейдесін шұлғылап киіп көлікке жақындады. Артынан жүгіре жеткен анасын қатты құшақтады. Бетінен кезек-кезек сүйді де, ана, маған кету керек, деді. Анасы жылап тұрып басын изеді. Ақырын басып жақындаған әкесіне де жақындап, құшақтады. Тез көлікке отырды. Біз артқы орындыққа қатар отырдық. Сөз айтпай құшақтасып, сосын бір-бірімізге жабысып ауылдан ұзай бердік. Алматыға таң атқанда келдік. Мен Ергенді өз мекемеме ертіп келіп, бірден жұмысқа орналастырдым. Кешке пәтер жалдап сол пәтерге қатар кіріп, босағада тұрып қалдық. Ерген маған қарап, сұлуым, гүлім, кішкентай көбелегім деп бауырына басты. Мен отқа құмар, нағыз жынды көбелекпін. Мейлі жансам жанып кетейін дедім. Осылай біз қосылдық. Ерген маған еріп кеткен соң, оның әке-шешесі менің туыстарымды іздеп барып, кешірім сұрады. Менің отбасым оларды баяғыда кешіргендерін айтып, құшақтарын жайы қарсы алып, құда жекжат болды. Жаңа Қазақстан көркейіп, шетелге жол ашылып, түрлі елдермен қарым-қатынасқа түсе бастадық. Әлемді әрлендіріп, ілтипатқа мамандық бизнеске айнала бастаған. Гүл өсіру жағынан дамыған елдерге жиі баратын болдым. Жапония, Голландия, Германия жиі барып жүріп, ақыры Ерген екеуміз қоныс ауыстырдық. Біз бақытымыз үшін ұзақ күрестік. Екі жақта қарсы болды. Біз жеңдік.
Ерген өз мамандығының мықты шебері, ол да агроном. Тұрып жатқан жерімізде таптырмайтын мамандық. Мен сол бойы гүлдермен айналсам. Қазақстанда гүл маманы аз. Қазіргі уақытта елімізде гүлмен шетел арқылы қамтамасыз етіп, елімізге гүл бизнесін ашып отырмын. 2 ұл, 1 қызымыз бар. Үлкен ұлым үйленіп, немере қызым да бар. Біз бақыттымыз. Махаббат деген құдіреттің берген ең керемет сыйы. Сол махаббаттың күшімен ерген екеуміз бар туысымыздан бас тартып, бақытқа бөлендік. Қазіргі уақытта біз туыстарымызбен араласамыз. Сирек болса да кездесеміз. Екі жақ бірін-бірі кешірген. Мені ата-анамда, Ергеннің ата-анасы да қайтыс болды. Шолпан балалы шағалы Бекет денсаулығына байланысты арнайы колонияға 5 жыл жатып шықты. Бекет босап шыққан соң өз қара шаңырағында отбасын құрып, намаз жолында болды да, 2 балалы болғанда денсаулығы дұрыс болмай қайтыс болды. Менің бауырларымда отбасылы тіршіліктерін жасап жүр. Сәуле біздің қасымызға келіп отбасын құрды. Мықты маман, мейірімді сырлас сіңлім. Адам ішкі түйсігіне ерік беру керек. Сол кезде адаспайды. Мен ішкі түйсігіме ерік беріп, ергеніме еріп, едім бақытқа кенелдім. Армандарыма қол жеткіздім. Мен жынды көбелек, нағыз гүл көбелегі болып, шарықтап ұшып жүрмін. Нағыз бақыт сынақпен келеді екен, соны түсіндім. Міне, айтпағым осы еді. Сіздің жазған түрлі өмір жолын біз түрлі арналарда Еуропа елінде оқып, Ерген екеміз ақылдасып, жазғызуға беріп отық. Біздің өмірден біреу сабақ алар, бақытқа кенелер. Бір айтайын дегенім, психологтан қорықпау керек. Психолог ол ерекше дәрігер. Олар адамға сенімділік пен батылдылық сыйлап, қорқыныш пен үрейді алып кетеді екен. Егерде Бекетте емделген болса, өмірі басқаша болар мейді. Мен психологтан ем алмасам, науқас қорқақ, жасқаншақ жан болар едім. Психологтан ем алып, шынды көбірек атансам да, мен шынды емес, бақытты жанмын. Ергенім өз махаббатыма батыл болып, мені өзіне ғашық етті. Ол батыл болмаса, мен оны жау көрер едім. Сосын мен батыл болып, оны үйінен алып кеттім. Бұл деген махаббат күші. Ал енді осымен аяқтайын. Жазу жазба өз құзырыңызда, деді әйел жымиып. Ханым, керемет өмір жолы. Мен жазамын, дедім. Әйел орнынан тұрып, біз сыртқа шықтық. Гүлжан құшағын кең жайып, мені құшақтап, қош айтып кете барды. Гүл болып ерекшеленіп, киініп алған ханым, қалықтап ұшып бара жатқандай. Иә, шынды көбелек емес, нағыз әдемі гүл көбелегі. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Әңгіме ұнаса лайықтасып пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.